Барат – 1 жылдық тағдыр жазылатын түн. Барат сөзінің мағынасы араб тілінде барат, тазару, құтылу, кешірім алу дегенді білдіреді. Яғни бұл түн күнәлардан тазару түні. Бұлай аталуының себебі осы түні тағдырға қатысты ризық несібе, ажал, өмірге келу және өмірден өту секілді нәрселер нақтыланады. Алланың мейірімімен қаншама адамның күнәсі кешіріліп, тозақ отынан құтылады. Бүгінгі тақырып пайдалы болып жатса, арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жаза отырыңыз. Бұл түні Алланың рақымы ерекше молаяды. Хадистерде Аллах тағала бұл түні өзінің жаратылысына назар салып, күпірлікпен кек сақтағаннан басқасының бәрін кешіреді делінеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: Аллах тағала Шағбан айының ортасы болған түні пенделеріне мейірімін жаудырады. Тек осы түнде өзіне серік қосушымен жүрегінде мұсылман бауырына деген кегі бар, туысқанды қарым-қатынас үзушілерге және ата-анасына қарсы шығатындарға, араққа салынғандарға мейіріммен қарамайды дейді. Тағдыр жазбалары нақтыланатын түндердің бірі. Кейбір ғалымдардың пікірінше, жыл ішіндегі адамның ризығы, өмірі, амалы, сынақтары осы түні періштелерге тапсырылып жазылады. Бұл түн дұға қабыл болатын түн. Жүректен шыққан шынайы дұға осы түні кері қайтпайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл түнді ғибадатпен өткізген, намаз оқып, истихфар айтып, ұзақ дұға жасаған. Ата-ана үшін дұға ету ерекше сауапты. Тірі болса да, қайтыс болса да ата-анаға дұға ету осы түннің ең абзал амалдарының бірі. Кек сақтау кешірімнен айырады. Бұл түні жүрегінде өшпенділік бар, туыспен қатынасты үзген адам кешірімге ілінбей қалуы мүмкін. Кішкентай амалдардың өзі үлкен сауапқа әкеледі. Мысалы, 2 ракағат намаз, 1 истихфар, 1 шынайы тәубе үлкен дәрежеге жеткізуі мүмкін. Оқуға ұсынылатын дұғалар: кешірім дұғасы, салауат. Бұл түн жаңа бастау түні. Өткен қателіктерді артқа тастап, таза парақтан өмір бастауға мүмкіндік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Айша анамызға барат түнінің қандай түн екенін білесің бе деп сұрады. Сонда ол түнде не болады деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл түнде сол жылы дүниеге келетіндер және сол жылы дүниеден өтетіндер жазылады. Бұл түні пенделердің амалдары көтеріліп, ризықтары белгіленеді деді. Бүгінгі ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеліп, осы видеоның таралуына үлес қосып, сауапқа кенеліңіз.